Алло, Серпілеш бекен. Иә. Сәлеметсің бе, амансың ба жарығым? Аман. Қалдарың қалай, дендерің сау ма? Жақсы шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсымын, мен әлгі Қосшыда өзім әлгі Сағат деген жиенімді жоқтап сөйледім емес пе, Бағдешпін. Иә, саған рахмет жарығым. Сенің айтқан, сенің жақсылығың міне қаншама қазақты көзін ашып жатырсың. Әлгі бауырым шықты, жиенім міне бүгін 3 күн болды. Бәрекелді, құтты болсын. Міне рахмет жарығым. Басқа қазақта да жұмысты болсын, соны айтайын деп міне қуанып. Таңертең Қытайға шықтым, Берайыммен тастайын звондап сөйлесем, басымды кесіп, тілімді кесіп тастаса да. Міне, иә, бас кессе де тіл кессе жоқ деп мен сөйлеймін одаға, немереге қорқасыңдар деп. Содан сенен сөйлесуде қорқамыз, айналып сөйлейсің дейді одар. Содан мен айттым, мен бір түс көргендей бір чүйінші айтатын сияқтысыңдар деймін оған, кеше өскеменнен біреу шығып жатыр екен, міне әлгі Серік Біләштің несі деп киіп жатыр, сол арқылы шығып жатыр елдер деп звондады ғой. Сосын жаңа одардың несін рахметін айта салсам, Қытайға Белайыммен шықпайын ба жаңа. Ойбай, міне 3 күн болды, бүгін мен 4-ші күні де содан жаңа өзіңіз звондап жатырмын дереу. Онда 12-сі шыққан болды ма бірінші айдың? Сондай болды ғой, міне бірінші айдың 12-сі шыққан болып отыр, бүгін 4-ші күн болатын болса. Жақсы болды. Жақсы болды. Жақсы жыл болды ғой мынау. Күнде жыл адамдарға да бір жақсылық әкелді ғой мынау. Керемет болды. Қашан түрмеге кірген? Ой, мына бала дегенің әлгі өздеріңе мен келдіккенде бұлар толығын айтпай 2-3 ай болды деген өзіме. Бір жылға тақығанда шықты ғой, осы мартта бір жыл болады ау. Онда сол 2018-дің 3-ші айында түрмеге кірген? Иә, сонда кіріп кетіп отыр ғой. Қай жерде кірбеді? Қай жерде кірбеді? Қызылжар малшылық 2-ші үйінен әкетті ғой. Толы ма? Толы емес, Алтай. Алтайдың қаласына тәуелді жер ме? Алтай қаласына қарасты ғой енді, Алтай қаласына қараймыз. Қызылжар малшылық 2-ші үйі ғой, Қызылжар қыстағы. Не істеуші еді ол кісі? Ой, істемейді әлгі Сарғушында бір имамнан барып бір 3-4 ай ма, 6 ай ма оқыды ғой бұл бала. Оқып, сосын намаз оқып, кісілерге қатын түсіреді ғой. Осы менің ойым сол ғой, осыдан басқа оның міне жоқ қой. Осыны пәкіп қылыстап отырыз деп отырым ғой мен, одан басқа оны тоқ қылмыс жоқ деп. Негізі жаназа шығарушы ма еді? Жаназа шығарғанда кішкене қатысып жүреді екен, қатымға көп барады, көп қатысып жүргенін көрдім. Иә, өзім барғанда да соны шақырып қатып түсіріп жүрдім. Жақсы болды жарығым, одап сенің арқаң жарығым, міне рахмет саған да. Енің сау болсын, бір жағы Алланың арқасы, бір жағы өзің себепші болып жатырсың, күндіз-түні жағың дәмір дарлап жатырсың. Асланы кіледі оғысының біз базаға кіргізіп қояқ. Кіргізіп қой, мені айтып отырып, міне мен Ақаш Бағдешпін, мені де дұрыстап отырып, не істеп, міне бәрін базаға кіргіз. Қанатұлы Сағат 2018-дің 3-ші айында түрмеге кірді, 2019-дің 1-ші айының 12-сі түрмеден шықты. Шықты. Алтай қаласының Қызылжар ауылында. Қызылжар ауылы, Алтай қаласы Қызылжар қыстағы малшылық 2-ші дейік. Қызылжар қыстағы малшылық 2-ші. Малшылық 2-ші дейік. Малшылық 2. Менің аты жөнім Ақаш Бағдеш, дұрыстап жазып ал. Ақаш Бағдеш, е? Бағдеш, осы мен екеміздің ұстарлығымыз маған етті ғой біреуді. Мына біләстиетпенен сен қоса кетесің, солай кетесің, сен бүйтесің. Тіпті жақсы дедім, сол жерге кетсе, сен жерден бірге шығып, көкке түспесе, көктен бірге түсемін. Алла разы болсын. Осылай боламыз дедім, осыған қарсы келген адамға мен осы жан дүниеммен қарсымын деп осы талай жерде соғыс аштым. Елдің көбі айтпайды жаман. Бірақ бірлі жарым көзі қараңғы, көкірегі жабықтар айтады ғой оны. Иә, Қытайдың итаршылары ғой олардың көбі. Иә, Қытайменен бірге жұмыс жасап жүрген, Қытайдың сатқандар, Қытайдың ақшасын жеп жүргендер ғой ол. Содан басқа ешкім емес, көпті тағы жамандауға болмайды. Көп адамдар өзі. Астанаға бір шетелден журналистер келеді.
соны Астанаға апарайық деген жоспарымыз бар. Соны әкелгенде менің нөмірімді мынаны WhatsApp-қа кіріп қоя ғой, содан кейін міндетті түрде кел. Үйге де әкелем, шақырам, қонақ қылам, бір жерде отырып, және телефонға түсіп әңгіме айтамын. Жақсы. Солай істейік. Жақсы. Андағы телефонның бәрінде мынаны сен қатта жібер, сол үшін звондап отырмын. Мен арқасы бар дешін, міне осындай былтыр мен нешінші айда сөйледім антық жерде мен. Бұл көктемде 2018-дің сол 2-ші ай ма 3-ші айында сөйледіңіз ғой. 4-ші айда. Көктемнің 4-ші айында сөйлеп осындай арызданған деп тұрмайды. Қазір арызды іске асып қоянды қосшыдағы анау бір шаштараз ашқан қыздың от шаштараз ашқан ішінде сөйлеп. Мен ауаша бөлмеде алып жатқанда разы болдым ғой, осы сіз адам жоқ. Қаншама елден сөйлемей жаңылып әкесінің атын алдына қойып алып. Ой Алла, әне қайсы күні біреу өзің айтып жатыр ана, құлжанның толы дейма бір жерінікімін дейді. Ал ана өзінің туған емесінің екеуі жабылып кетті. Біреуінің атын айтты, енді біреуінің атын ұмытып тұрмын дейді. Қалай туғанның атын ұмытады ол сонда, қарап отыр. Сен қайтесің енді? Қандалықтан ес ақылым дұрыстай алмай тұр. Ой Алла. Сұрақты қойып жатырсың, дұрыс айта алмайын қылдап тұр. Енді халық күйзеліп те кетті қазір. Жақсы, халық күйзеліп те кетті. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, жарығым өзіме мында бір алғысымды айтам. Амин. Алла қуат берсін баршамызға. Жақсы жарығым, жақсы.